Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ана тілі сабағы 1 сынып 99-шы сабақ. 99-шы сабақ сөйлеу әдебі. Бірінші жаттығу өлеңді тыңда. Бұл балалар өлең. Құттықтаймын ана туған күніңмен деген. Бұны тыңдауымыз керек. Бұл өлеңді бәріміз білуіміз де мүмкін. Кәне оқып көрейік. Нұрын төккен маған шуағымсың сен. Айналайын ана қуанышыңмен. Шаттандырған мені жұбанышым сен. Құттықтаймын сені туған күніңмен. Мұқағали Мақатаев. Өлеңді бәрін қосылып әндетіп айтыңдар. Ақын анасының туған күнінде тілегін өлеңмен білдірген. Сен де тілегіңді өлеңмен жеткізіп көр. Құттықтау өлеңмен де, қара сөзбен де айтыла береді. Я, балалар, туған күн болсын, мереке болсын, қуанышты жағдайлар болса да барлығында біздер құттықтау айтамыз. Оны өлеңмен де, қара сөзбен де айтуға болады. Екінші жаттығу. Анаңның немесе досыңның туған күніне құттықтау хат жазып көр. Үлгі. Анашым, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін дейді. Тілек білдіруші қызыңыз Дина дейді. Кәне балалар, барлығымыз анамыздың туған күніне, немесе досымыздың туған күніне, мына үлгі сияқты туған күніне хат жолдаймыз. Дәптерімізді аламыз, бойымызды тік ұстап, әдемі етіп, көркем етіп жазамыз. Келесі, үшінші жаттығу. Ашық хаттарды кімге жолдайтыныңды сәйкестендір дейді. Қараймыз, балалар. 8 наурыз дейді. Сонымен балалар, 8 наурыз деген біз құттықтау ашық хатын кімге жолдаймыз? Әжемізге жолдасақ болады, я, өйткені 8 наурыз бұл халықаралық әйелдер күні. Екіншісі, туған күніңмен дегенді біз досымызға жолдауымызға болады. Үшіншісі, ұстаздар күнімен, оны біз ұстазымызға жібереміз. Анашым, туған күніңмен дегенді анамызға береміз. Дұрыс па, балалар? Осыны сәйкестендіріп қойыңдар. Сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.